Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін біз батылдық пен табандылық тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі табандылық кез келген кедергіні жеңеді. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи итальяндық ұлы суретші әрі ғалым. 15 ақпан 1452 жыл мен 2 мамыр 1519 жыл аралығында өмір сүрген. Балалар, төзім, табандылық дегенді қалай түсінесіңдер? Өз бойынан осы қасиеттерді сезінесің бе? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Төзімді, табанды адам әрқашан қиындықтардан қорықпайды. Табандылық қиыншылықтар мен кедергілерге қарамастан мақсатқа қалайда жетуге бағытталған адамгершілік қасиет. Табандылық көптеген ішкі сыртқы қиыншылықтар мен кедергілерге қарамастан алдына қойған мақсатына жетуден көрінетін ерекшелік. Мұндай адам үнемі қажымай талмай әрекет етіп, осы жолда кездесетін небір ауыртпалыққа төзімділік көрсетеді. Сөйтіп олардың бірінен соң бірін жеңіп, мақсатына жетіп отырады. Осындай жағдайда оның ерік-жігері бұрынғыдан да бетер шыңдалып жетіле түседі. Балалар, осы қасиеттерді әрдайым бойымызға дарыта білейік. Балалар, сабағымызды арғата жалғастырамыз. Бүгін біз талшыбық пен алып ағаш әңгімесін тыңдайтын боламыз. Жол бойында талшыбық пен алып ағаш өмір өсіп тұрды. Бір кезде қатты жел ұйтқып соғып, демде алай-дүлей дауыл көтерілді. Алып ағаш міз бақпай, аласапыран дауылға сабыр ет дегендей жапырақтармен сусылдай үн қатты. Жанындағы жас талшыбық солқылдата соққан дауылға иіле берді. Мына дауыл көкке ұшырып жіберер ме екен, қайтер екен деп алып ағашқа үрейлене тіл қатты. Иіліп тұру, жас талшыбық, сенің еншіңе деген асыл қасиет ау, біле білсең. Бәлкім өзіңдей балауса шағымда иілуді білмей өссем, алып ағаш болуым әй қайдам екіталай шығар дейді. Алып ағаш сабырлы мінезбен ой құшағынан серпіле тұра берді. Жас шыбықтың қорқынышының себебі неде? Алып ағаш жас шыбыққа қандай ақыл айтты? Төзімділік дегенді қалай түсінесіңдер? Адамға өмірде төзімділік, табандылық не береді? Қандай құндылықтар арқылы төзімділікке жетуге болады? Балалар, ары қарай шыншыл бала атты бейнеролик Абдулқадыр Гейлани бала кезінде білім іздеп Бағдатқа жол тартпақ болады. Ұлының шапанының астарына ақша тігіп беріп жатып шешесі, балам, ешқашан өтірік айтушы болма деп өсиет айтады. Осылайша болашақ ғұлама керуенге ілесіп жолға шығады. Бір күні күтпеген жерден қарақшылар кезігіп, керуендегілерді қорқытып, дүние мүліктерін тартып алады. Бір уақытта қарақшылардың бірі, «Ей бала, сенде не бар?» деп ақырып қалады. «40 алтыным бар» дейді бала. «40 алтын? Қане?» «Шапанымның астарында тігулі». Қараса, расында да қойнында тігулі алтындары бар екен. Оны көргенде қарақшылар, «Бекер айттың, ештеңе жоқ дей салсаң, сені ешкім тексермес еді» дейді, қарқ-қарқ күліп. «Қателесесіз» дейді сонда бала. «Мен өтірік айта алмайым. Өйткені маған анам кетерімде өтірік айтпауды ескерткен. Егер сіздерді алдасам, біріншіден күнә жасар едім. Екіншіден, анамның өсиетін жерге тастаған болам». Қарақшылар баладан мұндай жауап күтпеп еді. Қапелімде ештеңе айта алмай сасып қалды. Қарақшылардың басшысы болса ойланып тұрып, «Бұл бала бізге үлкен сабақ ұқтырды. Қараш, кіп-кішкентай болып, уәдесін бұзудан, күнә жасаудан қорқып тұр. Қандай тазалық. Ал біз үлкен бола тұра, күнә жасаудан шімірікпейміз» дейді. Сөйтті де, керуендегілердің заттарының бәрін кері қайтарады. Керуен тонаумен жамбаққан топ мүшелері көп өтпей тәубе етіп, қарақшылығын саттыйды. Балалар, батылдық, табандылық, өжеттілік, қайсарлық, шыншыл болу адамның бойындағы ең жақсы қасиеттердің бірі. Балалар,
әрқашанда батыл болуға, табанды, өжет, қайсар, шыншыл болуға тырысайық. Балалар, келесі шығармашылық жұмыс: бірінші тапсырма табандылық, қарсайлық, қайсарлық, өжеттілік сөздерінің мағынасын ашып жазу. Екінші тапсырма табандылық сөзіне сөзжұмбақ немесе ребус құрастырыңыздар. Ал балалар, бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттеріңізді естеріңізге түсіріп, жүректеріңізге сақтайық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.